Бәріңе сәлем, мәңгілік футбол арнасының көрермендері. Сіздерге кезекті футбол жаңалықтарын ұсынамыз. Лайк басып тіркеліп қойсаңыздар болғаны, біз видео шығарудан жалықпаймыз. Қазіргі әлемде болып жатқан қақтығыстардың футболға әсерімен бөлісіп, видео соңында кешегі өткен матчтарды тоқталамыз. Италияның Интер командасы Лаутаро Мартинестің трансферлік терезедегі нақты құнын белгіледі. Интер басшылығы 24 жастағы аргентиналық шабуылшыны 90 миллион евроға бағалап отыр. Айта кетсек, Лаутаро Мартинеске Атлетико, Ливерпуль, Боруссия секілді клубтар қызығушылық танытып отыр. Ал шабуылшының жеке статистикасына көз жүгіртсек, ол осы маусымда 34 ойынға қатысып, 12 рет гол соғып, 2 рет нәтижелі пас берген. Calcio Mercato басылымының мәліметіне сенсек, Икарди Париждік клуб сапынан кетіп, Италияға оралуды көздеп отыр. Шабуылшыны қатарларына қосуға дәмеленіп отырған бірнеше клуб бар. Атап өтсек, Рома, Милан, Наполи. Бірақ Икардидің Париждік клубпен келісімшарты 2024 жылға дейін жарамды екеніне ескерсек, ойыншыны алу үшін біраз тер төгу қажет. Мауро Икарди ПСЖ сапына 2019 жылы Интерден 50 миллион евро көлеміндегі сумаға ауысып келген болатын. Аргентиналық ойыншы осы маусымда Франция лигасында 20 матчқа қатысып, 4 гол соғып, 1 ассист жасаған. Соғыстың Ресей футболына әсері тиіп жатыр. Бір күн бұрын УЕФА басшылығы Ресейде өтетін финалды ойынды Парижге ауыстырса, ендігі кезекте басшылық ресейлік компания Газпроммен келісімшартын бұзуға дайындалып жатыр екен. Осыдан өзге Манчестер Юнайтед клубы Аэрофлотпен келісімшартын бұзса, Шалке футбол клубы жебесіндегі Газпром сөзін өшірген болатын. Ал Ресейдің футбол клубтары Европа лигаларында өнер көрсетуде жалғастырады, бірақ өз алаңындағы матчтар өткізілмейді. Барселона футбол клубының президенті Лапорте алдағы жоспары жайлы пікірмен бөлісті. Біз қазір бабымыздамыз, бірақ бұдан да мықты болу керек. Ла Лиганы жеңу біздің басты мақсатымыз, және бұл жоспар өзгерген жоқ. Біз күресеміз, қай жерде болмасын, деп сөздерін қадап жеткізді Лапорте. Қазіргі таңда Барселона Испания лигасында 4-ші орынға тұрақтаған, еншісінде 45 ұпай, және Барса қазіргі Европа лигасында өнер көрсетеді. Эвертон мен Манчестер Сити арасында өткен кездесуге алаңға жиналған мыңдаған жанкер Украинаға құрмет көрсетті, және футболшылар алаңға Украина туымен шықты. Екі командада да өнер көрсететін украиналық Зенченко мен Ермоленко да бұл ойында болды. Бірақ Зенченко қосалқы құрамда отырды. Германиялық Bild басылымының мәліметіне сенсек, Томас Мюллердің сынамасы теріс нәтиже көрсетті. Жақын арада ойыншы қатарға қосылуы мүмкін, және Бавария мен Байер арасында өтетін ойынға шақырту алады деген мәліметтер бар. Томас Мюллер осы маусымда 23 матч өткізіп 7 гол соқты. Украинада болып жатқан соғысқа байланысты Бразилия футбол аңызы Пеле өз инста аккаунтында жазба жариялады. Көп уақыт өткенімен көп нәрсе өзгермеді. Мен бала кезімнен көптеген трагедияны бастан кешірдім. Біз бейбіт тату әлемді құруымыз қажет. Мен Құдайдан үміт күтемін. Соғыс жайлы хабарды естігенде көңілім түсті. Барша украиналықтарға қолдау білдіріп, Құдайдан әлемнің тыныш болуын өтінемін, деп жазды Пеле. Кешегі өткен ойындардың біреуіне тоқтала кетсек, Барселона Атлетико Билбаоны 4-0 есебімен ойсырата жеңді. Каталониялық клуб 3 ойын қатарынан 4 гол соғып келеді. Ойынға келер болсақ, Абимянг бірінші таймда гол соқса, 70-ші минуттарда жақын Дембеле көзге түсті. Ал ойынның соңғы минуттарында Де Йонг пен Депай есепті 4-0-ге жеткізді. Видеоның соңында кешегі өткен матчтардың есептерін айта кетсек, Пари Сен-Жермен Сент-Этен клубын 3-1 есебімен жеңсе, Атлетико Сельтадан басым түсті. Ал Наполи Лационы 2-0 есебімен жеңді. Осылайша футбол жаңалықтары осымен тәмам. Видеомызға лайк басып, комментарийде бүгінгі ақпараттар жайлы ойларыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Келесі видеода кездескенше аман сау болайық.